Баршаңызға қайырлы күн. Дастарханның сәнін келтіретін оңай рулеттер дайындаймын. Тауық етінің фаршы қосылған ірімшік рулетін жасаймын. 200 грамм қатты ірімшікті терканы майда көзінен өткіземіз. Үш жұмыртқа қосып араластырамыз. Екі ас қасық қаймақ салып араластырамыз. Ірімшіктің дәмі тұзды болғандықтан тұз қоспаймыз. Форманың бетіне пергамент қағазын төсеп майлап аламыз. Ірімшік массасын тегістеп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 7 минут пісіріп аламыз. Салмасына 300 грамм тауық еті фаршына бір үлкендеу пиязды қуырып қосамыз. Бір түйір чеснокты теркадан өткіземіз. Бір шай қасық қаймақ немесе майонез салып араластырамыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Фаршты салып, тегістеп шығамыз. Рулетті шетіне бастап, тығыздап орап шығамыз. Фольгаға орап, қызып тұрған 180 градуста пеште 1 сағатқа пісіреміз. Тауық еті фаршы қосылған ірімшік рулет дайын болды. Екінші сиыр еті фаршы қосылған картоп рулетін дайындаймын. 3 кішкентай картопты терканы майда көзінен өткізіп, картоп қарайғанша 5-10 минут күтеміз. Үстіне 2 жұмыртқа, дәміне қарай аздап тұз, жарты шай қасық куркума салып араластырамыз. Куркума картоп піскеннен кейін жасыл түс береді. Үстіне 2 ас қасықтың бетімен ұн салып тағы да араластырамыз. Форманың бетіне пергамент қағазын төсеп майлаймыз. Картоп массасын тегістеп жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Салмасына фаршқа бір пиязды майға қуырып қосамыз. Бір түйір чеснок, дәміне қарай аз ғана тұз, қара бұрыш, бір шай қасық үйдің қаймағы немесе майонез қосып араластырамыз. Фаршты тегістеп жайып шығып, шетінен бастап тығыздап ораймыз. Фольгаға орап, 200 градуста қызып тұрған пеште, яғни духовкада 1 сағатқа пісіреміз. Фарш қосылған картоп рулеті дайын болды. Енді бауырдан рулет дайындаймын. 3 жұмыртқаға жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. 200 мл сүтті аздан қосамыз. 3 ас қасық ұн қосып араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар болады. 200 грамм бауырды ет тартқыштың майда көзінен өткіземіз, немесе блендермен майдалап алып қосамыз. Қалған сүтті 2 ас қасық күнбағыс майын құйып араластырамыз.
Форманың бетіне пергамент қағазын төсеп майлап аламыз. Бауыр массасын формаға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Үш ас қазық творожный сырға укропты 1-2 түйір чеснокты майдалап турап қосып араластырамыз. Массаны тегістеп жайып, шетінен бастап тығыздап ораймыз. Ортасына дейін орағанда бауыр бөлінеді, ары қарай бөлінбей оралады. Бауыр рулеті дайын болды. Рулеттерді мерекелік дастарханға қоятын болсаңыз, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып, содан кейін турасаңыз әдемі болып кесіледі. Мен 3 рулетті дайындаған соң тоңазытқышқа салмай бірден кесіп көрсеттім. Рулеттердің жасалуы оңай әрі дәмді болады. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Алда өзім жасап көрген ұнаған рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.